Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге осындай керемет жұмсақ сүзбелі булочка дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдын ала каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Енді ыдысымызға жылы сүт, айран, қант, жұмыртқа салып бәрін жақсылап араластырамыз. Одан соң араластырып болған соң, сұйық май, жұмыртқа, тұз, ашытқы, ванилин салып, жақсылап араластырып, үстіне ұн салып, қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болып иленеді. Одан соң оны 1 сағатқа ашытып қоямыз. Енді сүзбені дайындап аламыз. Ыдысымызға сүзбені салып, үстіне сүт, қант, сары май, ванилин салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Осындай масса болды. Мінекей қамырымыз ашыды. Енді қамырымызды алып оқтаумен жаямыз. Менің қамырымның қалыңдығы осындай болды. Енді үстіне сүзбемізді біркелкі қылып жайып шығамыз. Енді қамырымызды осылай айналдырып шығамыз. Осылай қолымызбен формасын біркелкі қылып келтіріп алыңыздар. Одан соң қамырымызды өлшеп осылай белгілеп алыңыздар. Мен 3-4 см қылып белгіледім. Бәрін белгілеп болған соң жіптің көмегімен осылай кесіп шығамыз. Осылай жіппен кессеңіздер, әдемі өзінің формасын ұстап тұрады. Осылай кесіп болған соң үстінен басып дөңгелек формаға келтіреміз. Қараңыздар, өте әдемі болып шығып жатыр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді жұмыртқаның сарыуызына аз ғана сүт құйып, жақсылап араластырып, булочкамыздың үстіне жағып шығамыз. Жұмыртқаның сарыуызына сүт құйып жасасаңыздар, өте керемет болып шығады. Енді булочкаларымызды 180 градуста жарты сағатта пісіріп аламыз. Мінекей сүзбелі булочкаларымыз дайын болды. Өте керемет болып шықты.
Егер рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.